Сәлем достар, видео басталмастан алдын каналымызға жазылып, лайктарыңызды басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, бүгін сіздерге жануарлардың ерекше үйлерін көрсететін боламыз. Ендеше назар салып көріп отырыңыздар. Фильди Африка мен Еуропаның кейбір жерлерінде кездеседі. Жылына 3-4 жұмыртқа салады. Бұл құсты өте ұйымшыл құстар деп айтуға да болады. Өйткені бұл құстар жалғыз басына ешқашан үй салмайды. Олар өздерінің ұяларын 50, 60 немесе 100-ге жақын құстармен бірігіп салады. Құстардың бірігіп ұя салу олар үшін жабайы аңдардан қорғану мақсатында және ыстықтан да қорғану. Африка далаларында 35-40 градус болып тұрған кезде бұл құстардың ұяларында небәрі 20-25 градусты көрсетеді. Өйткені бұл құстардың ұясы ыстықты ішке кіргізбейді және жыландардан кеміргіштермен бірге алысады. Олар көбінесе ағаштардың басы мен тоқсымдарына ұя салады. Фильди өте еңбекқор құстардың қатарына кіреді. Жоқ, барлығы емес. Олардың ішінде өте қу құстар да кездеседі. Ол құстар басқа құстардың ұяларына кіріп алады. Сонымен қатар тығып қойған азығын да тауып алып жеп қою мүмкін. Рачейка бұл көбелек тұқымдас жәндік деп те айтуға болады. Бір қарағанда ешқандай ерекшелігі жоқ бұл жәндік. Өзінің керемет ұясымен және қорғану қабілетімен көзге түсті. Аузынан бөлініп шығаратын сілекейлер арқылы тастарды жабыстырып, өзіне қорғаныш қамалын жасап алады. Бұл жәндіктердің ең басты жаулары сушаяндар мен кішкентай балықтар. Оны бір сәтте жеп қою мүмкін. Бірақ рачейка үстіне жабыстырылған тастар арқылы ол өзін қорғайды. Қауіпті сезген сәтте тасбақалар сияқты басын тастың ішіне кіргізіп алады. Термиттер бұлар өте улы құмырсқалардың бір түрі. Сонымен қатар жергілікті тұрғындар бұларды ұлы құрылысшылар деп те атап кеткен. Бұлардың үйлері басқа жәндіктер мен кішкентай кеміргіштердің үйлеріне мүлдем ұқсамайды. Олардың үйлері бірнеше қабаттан тұрады. Бір қарағанда тауды елестетеді. Бұндай таулар әрине бір жылда пайда болған жоқ. Уақыт өте келе еңбектің арқасында осындай үлкен үйлер пайда болады. Бұндай құмырсқалар Мексиканың ыстық шөлді аймақтарында кездеседі. Ал осындай үйлер ыстықтан қорғануға нағыз керекті зат. Милзо мекендейтін жер Австралия. Бұлар көктем келе жапырақтардан үй жасайды. Жапырақтарды біріктіріп, оларды тігіп, ішіне жұмыртқалайды. Әрине бұндай үйлер күз келгенде қурап түсіп қалады. Бірақ жұмыртқалары күз келем дегенше ұшып кетеді. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып арнаға жазылыңыздар. Келесі видеоға